Сот залында ескірген кофенің иісімен аяныш аралас ауа тұрды. Ұлым маған қарамады. Ол менің қаным, менің жалғызым, дауысы дірілдеп, бірақ сенімді түрде айтты. Менің әкем құбыжық. Ол ештеңеге лайық емес. Бұл сөздер мені жаралаған жоқ, олар мені көміп тастады. Оның жанында анасы отырды, қолдан жасалған жасын сүртіп. Ол әрқашан солай қайғыны ойнап көрсетіп, артында күйрету жасайтын. Сот үкімі соғылған сәт, жүректің соғысы тоқтағандай болды. Үй, көлік, бизнес бәрі оған өтті. Мен тек басы изедім де үнсіз кеттім. Ешқандай айқай, ешқандай қарсылық. Тек тыныштық. Сол менің ең мықты қаруым еді, үнсіздік. Біз 15 жыл бұрын жаңбырлы күні таныстық. Оның көлігі менің кеңсемнің алдында бұзылып қалған. Мен көмектестім, ал ол маған ауа райын өзгертетіндей жылы күлкі сыйлады. Сол кезде мен адалдық махаббаттан туады деп ойлайтынмын. Енді білем, адалдық бұл бақылау мен артықшылық. Ол ақылды, есепшіл әйел еді, адамның әлсіз тұстарын есте сақтап, оларды мақтау секілді етіп жеткізе алатын. Мен екеумізге өмір, үй, бизнес құрдым. Ал ол байқамай жүргенде өзіне шығу жолын құрастырып жүріпті. Ажырасуға дейінгі 6 айда бәрі белгілі бола бастады. Белгісіз қоңыраулар, құпия күн. Бір күні жай сұрадым. Ол күліп қойды. Сен бәрін қиялдап жүрсің. Мен қиялдаған жоқпын. Көп ұзамай чектер, қонақ үй түбіртектері, жалған атпен ашылған есепшоттар мен бөтенерге жазылған хабарламалар бәрін растады. Сол түні мен ашуланбадым. Ішіме шарап құйып қараңғыда отырдым да тек сағаттың дыбысын тыңдадым. Тық жоспар. Тық орында. Мен ажырасуға қарсы шықпадым. Оған жеңіске сендірдім. Оның адвокаты мені суық, қатал, бақылағыш адам етіп көрсетті. Мен бәріне үнсіз төздім. Өйткені олар мені жойып жатырмын деп ойлап жүргенде, мен әлдеқашан көлеңкеде қайта құрып жатқанмын. 2 жыл бұрын осының бәрі басталмай тұрып, мен бизнесімнің негізі болған патенттердің иелігін жеке қордың атына жасырын түрде аударып қойғамын. Оның аты ешқашан құжаттарда болмаған. Ол өзін менің империямның мұрагері деп ойлады. Бірақ оның үлесіне тек сыртқы жылтыр қабық, шаң басқан бос үй мен өтірік бедел тиді. Бірақ мен кек қана емес, түсіністік те іздедім. Мен олардың бәрін түсінгенін қаладым. Сот шешімінен 2 апта өткен соң, олардың жаңа сарайына хат жетті, менің адвокатымнан келген конверт. Мен оның бұл хатты өз қолымен ашатынын білдім. Камин қасында, бәрі мінсіз болуға тиіс бөлмеде. Хаттың мәтіні қысқа еді. Компания тарағаннан кейінгі барлық активтер қайта тексеріледі. Барлық қосымша бенефициарлардың, соның ішінде кәмелетке толмағандардың да есептері қажет. Бұл заң тілімен айтқанда, мен құрған сенім қоры таратылып, оның ішіндегі барлық мүлік қайта бөлінді деген сөз еді. Сонымен олардың бар ақшасы, үйі, көліктері, бизнесі бәрі тоқтатылды. Бірінші болып ол қоңырау шалды. Мен жауап бермедім. Артынан ұлым хабарласты, дауысы қалжыраған, бірақ ашулы. Қалайша сен бәрін бізден жасыра алдың? Фондағы анасының айқайы мен абыржуын анық естідім. Сәл кідіріп сабырмен айттым. Сендер шындықпен қойылымның айырмасын білулерің керек еді. 1 апта ішінде олар бәрінен айырылды. Үй алынды, есептер бұғатталды, ал оның қашығы, жайлылықты сүйетін, қиындыққа шыдамайтын еркек ізім ғайым жоғалды. Мен олардың азабынан ләззат алған жоқпын. Ләззат қысқа мерзімді, ал тыныштық мәңгі. 1 айдан кейін ұлым менің кеңсеме келді. Қасында ешкім жоқ, көзі шаршаңқы, бірақ ізденіс бар. Сен мұның бәрін алдын ала жоспарлағансың ғой, деді ол. Мен үстел үстінен көзімді көтеріп, жай ғана жауап бердім. Жоқ, мен жай ғана өтірік өмір сүруді тоқтаттым. Ол енді ашулы емес еді, тек үнсіз ойланып отырды. Мені кейде жыртқыш, тас жүрек деп атайды. Иә, бәлкім солай шығармын. Бірақ жыртқыштар өздерін періште етіп көрсетпейді, сот залында жалған көз жасты пайдаланбайды. Олар дәл, салқын қанды әрекет етеді. Менің әр қадамым шындықтың бетіне шығуы үшін жасалған еді.
Ашумен емес, әділдікпен. Өйткені әділдік айқай емес, дәл сәтте айтылған сыбыр. Кейде мен сол сот күнін есіме аламын. Оның жеңіске масайраған күлкісі, ұлымның дірілдеген дауысы, менің үнсіз отырысым. Көпшілік менің үнсіздігімді жеңіліс деп ойлады. Бірақ үнсіздік берілгендік емес. Ол соққы алдындағы стратегиялық тыныштық. Енді мен олардың бұрынғы сәнді сарайын көріп өткен сайын, бос, сатылып кеткен, алдамшы жылтырынан айырылған мен мақтанбаймын. Тек айқындық сеземін. Сен ешқашан өзіңе тиесілі болмаған нәрсені ұрлай алмайсың. Ал қараңғылықта өзін қайта құраған адамды сындыра алмайсың. Сол хат кек емес еді. Ол айна болатын. Және бірінші рет олар өздерінің кім екенін шынымен көрді. Маған керегі тек сол еді.